Қауын қарбыздың пайда болуы. Хауана 1000 жылдай өмір сүріп, ақтық сапарға аттанар сәті тақапты. Бала шағасын шақырып бақылдасады. Ұрпағы қимай, анашым, іңгәләп дүниеге келгенде ақ сүтіңді еміп, жұбанып едік, уызыңнан нәр алып махаббатыңа бөлендік. Құдайдың мейірімін сол арқылы ұқтық. Бір омырауының сүті сусын болса, бір омырауының сүті тамақ болды. Ақ сүтіңнен асқан дәмді ас жоқ еді. Енді бақилық болып барасыз. Бізге ақ сүтіңді ұмытпайтын бір мұра қалдыр деп өтінеді. Сонда Хауана екі омырауының ұшын басқанда екіден ытқып шыққан екен. Мұны балалары алып жерге егеді. Одан қауын мен қарбыз пайда болыпты. Піскенде балалары оны жарып жеп көріп еді, бақилық болған аналарының сүтінің дәмін сезді. Қарбыз шөлдерін қандырса, қауын қарындарын тойғызыпты. Қауын мен қарбызды қазақ сол себепті Хауананың мирасы деп атайды. Ал олардың берекелі болуы әрі қарынды тойдырып шөлді қандыруы Хауанамыз берген қасиеттен екен.